الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. शायद तर्जुमा है कि तुम Бұл аяттың аудармасы: сендер жақсы көрген нәрселеріңнен сарп етпейінше ізгілікке еш жете алмайсыңдар. Әрі не нәрсені сарп етсеңдер де расында Алла оны өте жақсы білуші. बेर आला किस्म की नेकी और कामिल नेकी को कहते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाता है कि कामिल नेकी तुम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक Bir, ең жоғарғы дәрежені және толық жақсылықты білдіреді. चीज़ों को अल्लाह ताला की रज़ा की Аллах Тағала Құран кәрімде айтқандай, өздеріңнің сүйікті заттарыңды Алланың разылығы үшін құрбан етіп, оларды Алланың разылығы үшін жұмсамайынша толық жақсылыққа қол жеткізе алмайсыңдар. Сондықтан шынайы мүмін Алланың разылығын іздейді, игі істердің жоғары деңгейлеріне жетуге тырысады, және солай істеуі керек. Өйткені бұл оны Аллах Тағалаға жақындатады. अल्लाह ताला Құран кәрімде Аллах Тағалаға жақындау үшін әртүрлі жерлерде, әртүрлі түрде үгіттелген, मुख्तलिफ नेकियों का जिक्र किया गया। әртүрлі жақсылықтар айтылған, және Алла жолында мал-мүлік жұмсауды да бір жақсылық деп санаған. इस आयत में भी खुदा ताला की राह में खर्च करने को बहुत बड़ी नेकी करार दिया गया है और फरमाया कि जिस माल या जिस चीज़ से तुम मोहब्बत करते हो Бұл аятта да Құдай жолында жұмсауды үлкен жақсылық деп санап, сендер жақсы көретін байлық немесе нәрсені Алла жолында жұмсасаңдар, ол үлкен жақсылық болады делінген. Әрине, Аллах Тағаланың разылығын алсақ, жасалған әрбір жақсылық үшін сауап береді. Бірақ адам баласы мал-мүлікті жақсы көретіндіктен осыған да ерекше назар аударылған. Сондықтан иман, шынайы жақсылық және құрбандықтың жоғарғы деңгейі туралы Аллах Тағала сол құрбандықты үлгі етті. अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी को मुकर्रर फरमाया, Ол адамның өзі жақсы көретін нәрсені Алла жолында жұмсауы. जैसे फरमाया इस मोहब्बत के बगैर Шынайы жақсылық сендердің жақсы көретін нәрселеріңді Алла жолында жұмсау. Ал Аллах Тағаланың разылығы үшін оны құрбан етесіңдер деп айтылған. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस बारे में बहुत सी जगहों पर Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам бұл туралы көптеген жерлерде түсіндірме берген. Бір жерде ол мал дүниеге деген махаббат болмау керек. मुश्किल काम है, Әсіресе қазіргі заманда бұл өте қиын іс деп қазір түсіндіреді. नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है Мал дүниеге деген махаббат болмау керек деді. Ол मिम्मा तुहिब्बून, мал дүниеге махаббат болмау керек дегенді айтты. Аллах Тағала, сендер жақсы көрген нәрселеріңнен сарп етпейінше ізгілікке еш жете алмайсыңдар дейді. अगर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के साथ Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам заманы мен қазіргі жағдайды салыстырсақ, бұл заманның жағдайына өкінішпен қарауға болады. Өйткені жаннан қымбат ештеңе жоқ. Ал сол заманда Алла жолында жанды құрбан ету керек болатын. Уәделенген Мәсих алейхиссалам, сендер сияқты олардың да әйелдері мен балалары бар еді. Жан барлығына қымбат, бірақ олар әрдайым Алла жолында құрбандық қылуға мүмкіндік табуға ұмтылатын деді. फिर आपने फरमाया कि बेकार और निकम्मी चीज़ों के खर्च से कोई आदमी नेकी करने का दावा नहीं कर सकता। नेकी का दरवाज़ा तंग है। Сосын ол, алейхиссалам, былай дейді: चीज़ों के खर्च करने से कोई इसमें दाखिल керексіз және құнсыз заттарды жұмсаумен ешкім жақсылық жасадым деп мақтана алмайды. तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, Жақсылықтың есігі тар,
Сондықтан мына нәрсені есте сақтаңдар. Құнсыз заттарды жұмсаумен ешкім оған кіре алмайды. Өйткені бұл анық. Ең қымбатты және ең сүйікті заттарыңды жұмсамайынша сүйікті және қымбатты болу дәрежесіне жете алмайсыңдар. Егер қиындыққа тап болып, шынайы жақсылықты қаламасаңдар, қалайша табысқа жете аласыңдар? Уәделенген Масих алейхиссалам айтады: сахабалар өздеріне берілген дәрежеге жай жетті деп ойлайсыңдар ма? Дүниелік атақтарға жету үшін адамдар қаншама шығындар мен қиындықтарға төтеп береді. Бірақ одан да жүрекке тыныштық пен жанға шынайы махаббат табылмайды. Енді радиаллаху анхум деген атақ жүрекке тыныштық, көңілге байсалдылық және Аллах тағаланың разылығының белгісі. Бұл оңай келді деп ойлайсыңдар ма? Шын мәнінде Аллах тағаланың разылығы шынайы қуаныштың себебі болған нәрсе. Уақытша қиындықтарға төтеп бермейінше алынбайды. Алланы алдау мүмкін емес. Алланың разылығын алу үшін қиындыққа мән бермейтіндер бақытты. Өйткені мәңгілік қуаныш пен тұрақты жайлылықтың нұры осы уақытша қиындықтан кейін мүминге беріледі. Сосын уәделенген Масих алейхиссалам былай деді: дүниеде адам мал-мүлікті өте жақсы көреді. Сондықтан түс жору ілімінде егер біреу түсінде өзінің бауырын алып біреуге бергенін көрсе, бұл мал-мүлікті білдіреді деп жазылған. Осы себепті шынайы тақуалық пен иманға қол жеткізу үшін яғни сендер жақсы көрген нәрселеріңнен сарп етпейінше ізгілікке еш жете алмайсыңдар деп айтылған. Өйткені Алланың жаратылысына деген мейірімділік пен жақсы қарым-қатынастың үлкен бөлігі мал-мүлікті жұмсауды қажет етеді. और अपनाए जिन्स यानी अपनी कौम के लोगों और मखलूक इलाही की हमदर्दी एक ऐसी शय है जो өз қауымының адамдарына және Алланың жаратылысына мейірімділік көрсету иманның екінші бөлігі. Онсыз иман толық және берік болмайды. Адам өзгеге пайда тигізу үшін өзін құрбан етпейінше қалай пайда тигізе алады? Пайда тигізу үшін құрбандыққа бару керек. Басқаға пайда тигізу және мейірімділік көрсету үшін өзін құрбан ету қажетті нәрсе. Яғни, сендер жақсы көрген нәрселеріңнен сарп етпейінше ізгілікке еш жете алмайсыңдар. Аяты осы құрбандықты үйретіп, нұсқау береді. Сондықтан мал-мүлікті Алла жолында жұмсау адамның шынайы бақыт пен тақуалық деңгейін көрсететін өлшем. Уәделенген Масих алейхиссалам Абу Бәкір радиаллаху анху Алла жолына өмірін арнаудың шынайы үлгісін көрсетті. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір қажеттілікті айтқанда ол үйдегі барлық дүние мүлкін алып келді деді. Сосын Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам насихат ретінде айтады: мал дүниені жақсы көрмеңдер. Аллах тағала, яғни сендер бір жақсылық дәрежесіне жете алмайсыңдар. Осы шынайы жақсылыққа, кәміл жақсылыққа өздерін қымбат санайтын мал-мүліктерін жұмсамайынша жете алмайсыңдар дейді. Айтқанымдай бір ең жоғары дәрежедегі және кәміл жақсылықты білдіреді. Міне, бұл сыр оны бүгінгі таңда Ахмадия жамағатының мүшелері дұрыс түсінген. Бұл Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам тәрбиесінің әсері. Сондықтан біз осы уақытқа дейін осы құрбандық деңгейлерін көріп келеміз. Сахабалар орнатқан деңгейлер, содан кейін уәделенген Масихтың алейхиссалам заманында оның жақындары мен сахабалар орнатқан деңгейлер. Одан кейін хилафат дәуірінде әр заманда осы құрбандықтарды көріп келеміз және бүгінге дейін осы құрбандықтарды көріп отырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қаржылық құрбандыққа көп үндеді және оның сахабалары мұны түсініп, оны жақсы орындады. Бір риуаятта
Хазрет ибн Масхудтан радиаллаху анху жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екі адамнан басқа ешкімді қызғанбау керек деген. Біріншісі, Алла мал мүлік берген және оны хақ жолында жұмсаған адам. Екіншісі, Алла даналық және түсінік білім берген, сол арқылы адамдардың арасында үкім шығаратын және адамға үйрететін адам деді. Міне бұл деңгей. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз сахабаларының арасында орнату үшін насихат еткен, және ол жүзеге асты. Бір хадисте Абу Масхуд әл-Ансариден риуаят етіледі. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам садақа беруді айтқан кезде бізден кейбіреулер базарға барып еңбектеніп жұмыс істейтін. Олар бір мөлшерде мут, яғни бидай немесе басқа нәрсені жалақы ретінде алатын. Сол алынған нәрсені садақа ретінде беретін. Бұл біз осы үндеуге қатысуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жариялаған үндеуге еңбек етіп табыс тауып қатысуымыз керек деген талпыныс еді. Біреуден сұрап алып емес, еңбек етіп тауып қатысу. Риуаят етуші олардың кейбіреулерінің жағдайы қазір сол құрбандықтар үшін Аллах тағала оларға сондай сауап берді. Қазір олардың әрқайсысының 100 000 дирхамы бар дегенді айтады. Еңбек етіп садақа беретіндер енді миллиондардың иесі. Міне бұл құрбандықтың берекеті. Міне бұл сыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге осыны ұстанудың деген. Бұл Аллах тағаланың Алла жолында жұмсаңдар және өздерің жақсы көретін нәрселеріңнен сарп етіңдер деген Құран кәрімдегі бізге насихат еткен нәрсесі. Риуаяттар бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейде садақаны айтқан кезде сахабалар үйлерінде не бар болса алып келетін және әртүрлі заттардың үйінділері жиналатын. Жамағатты қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін мал мүлік, заттар және қаржы қажет. Және әрқашан пайғамбарлардың жамағаты мұны түсінген және өздерінің деңгейінде қолдарынан келгенше құрбандық қылған. माली कुर्बानी के कितने फजल होते हैं, इस बारे में एक जगह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए फरमाया। अपनी निस्बती हमशीरा हज़रत अस्मा को ये नसीहत फरमाई कि अल्लाह की राह Қаржылық құрбандықтың қандай артықшылықтары бар екені туралы бір жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің қайын әпкесі Асмаға насихат етіп, वरना फिर इसका मुंह बंद ही रखा है। Алла жолында санап жұмсама, әйтпесе Алла да саған санап қана береді. तवक्कुल करो। Ақшаң салынған қалтаңның аузын байлап сараңдықпен отырма, әйтпесе оның аузы байлаулы қалады. कि हर सुबह Күшің жеткенше ашып жұмса, Аллаға тәуекел ет, Алла бере береді деді. वाले सखी को और दे और उसके नक्शे कदम पर चलने Сосын бір жерде Хазрет Абу Хурайра радиаллаху анху риуаят еткен хадисте айтылады. रोक रखने Әр таңда екі періште түседі. और इसका मालूम होता Олардың бірі, уа Алла, жомарттық қылған адамға одан әрі бер, आजकल оның жолын жалғастыратын адамдарды көбейт деп айтады. Екіншісі, уа Алла, ұстап қалушы сараңға бер, және оның мал мүлкін жойып жібер деп айтылады. कि खर्च करने वाले सखी Дегенмен бұл сырды қазір Ахмадилер біледі. ने लिखा Ахмадияттың тарихы толы көптеген мысалдар бар. और इस रकम से मैंने कारोबार करना था। Және жұмсаушы жомарттың маңыздылығы қандай екенін көрсететін күн сайын мысалдар қосылып жатыр. Бір адам, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि менде тек аз ғана қаражат болды және сол қаражатпен бизнес бастамақ болдым. तुम चंदे में दे दो। Кейбір қажетті заттарды алу керек болды. Жағдай өте қолайсыз еді және ताला ने ऐसे мен бұл бизнестің болатынына болмайтынына түсінбей жүрдім. मुझे मिल गया Әкем маған, जिससे कई गुना осы қаражаттың бәрін чандаға бер, Алла үшін құрбан ет деді. Сонымен мен чанда бердім және Аллах тағала сәтін салып керемет тапсырыс түсті де, бергенімнен бірнешесі көп қаражат таптым. इस जमाने Кейін сол бизнесті бастадым. Аллах тағала оған ерекше береке берді. Нәтижесінде маған көп табыс келе бастады деп жазды. खाता रहता
Аллах тағала бұл заманда да уәделенген Мәсихтің алейхиссалам ізбасарларына, оның қызметшілеріне олардың иманын арттыру үшін осындай тәжірибелерді көрсетіп отырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әртүрлі жағдайларда қаржылық құрбандыққа көп үндеген. Хазіреті Хасаннан радиаллаху анху жеткен хадис бойынша Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген. Бұл құдси хадис, яғни Алланың атынан. Аллах тағала айтады: «Уа адам баласы, сен өз қазынаңды маған аманат етіп тыныштықтап, өртену қаупі де жоқ, суға бату қаупі де жоқ, және ұрлау қорқынышы да жоқ. Менде сақталған қазынаңды сен оған ең мұқтаж болған кезде сол күні саған толығымен қайтарамын». Яғни, өлгеннен кейінгі өмірде адамның не болары белгісіз, өзінің жақсылықтары туралы да хабарсыз болады. Сол кезде Аллах тағала: «Құрбандықтарың үшін сендерге сый беремін, және сол арқылы сендерді кешіремін» дейді. ये है वो सौदा जो अल्लाह ताला एक मोमिन से करता है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं, मैं यकीनन समझता हूँ। Міне бұл Аллах тағаланың мүминмен істейтін саудасы. Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам бір жерде айтады: «Мен анық білемін, сараңдық пен иман бір жүректе бірге бола алмайды. Кім шын жүректен Аллах тағалаға иман келтірсе, ол өзінің байлығын тек сандықта жатқан мүлкі деп есептемейді. Керісінше Алланың бүкіл қазыналарын өзінің қазынасы деп санайды, және сараңдық одан жарықтан қараңғылық алыстайтындай секілді алыстайды». Сосын ол айтты: «Халық осы жүйеге барлық жағынан қызмет етуі керек. Қаржылық тұрғыдан да қызмет етуде кемшілік болмау керек. Қараңдар, дүниеде ешбір жүйе садақасыз жүрмейді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Хазіреті Муса алейхиссалам, Хазіреті Иса алейхиссалам барлық елшілердің уақытында да садақалар жиналған. Сондықтан біздің жамағаттың мүшелері де бұл істі ойлауы қажет. Егер бұл адамдар міндетті түрде бір тиыннан жыл бойы берсе де, көп нәрсе істеуге болады. Бұл туралы уәделенген Мәсихтің бірінші халифасының радиаллаху анху үлгісін қараңыз. Қандай еді? Қалай ол Хазірет уәделенген Мәсихтің алейхиссалам үндеуіне ләббайк деп, оның міндетін орындау үшін құрбандық қылды. Хазірет уәделенген Мәсих алейхиссалам уәделенген Мәсихтің бірінші халифасы радиаллаху анху туралы: «Егер мен рұқсат берсем, ол осы жолда бәрін құрбан етіп, өзінің рухани серіктестігі сияқты физикалық серіктестігімен үнемі бірге болу құқығын толық орындайтын еді» деп жазған. Сосын ол алейхиссалам былай деп жазды: «Оның кейбір хаттарының бірнеше жолын үлгі ретінде көрсетемін. Уәделенген Мәсихтің алейхиссалам бірінші халифасы радиаллаху анху Хазірет уәделенген Мәсихке алейхиссалам: «Мен сіздің жолыңызда құрбанмын. Менің барым менікі емес, сіздікі. Мен шын жүректен айтамын, менің барлық мал мүлкім егер діни таратуға жұмсалса, мен мақсатыма жеттім. Егер Барахин кітабының сатып алушылары баспаның кідірістеріне алаңдаса, яғни сатып алушылардың аздығынан немесе олардың ақша төлемеуінен кітаптың басылуына қандай да бір кедергі болса, маған рұқсат беріңіз. Мен осы кішігірім қызметті атқарып, барлық шығынды өз қалтамнан төлейін, және түскен кірісті де қайтаруға дайынмын» деп жазған. Ол мұны үлкен жанашырлықпен, бұл менің бақытым деп айтты. Тіпті ол Хазірет уәделенген Мәсихке алейхиссалам: «Менің мақсатым Барахин Ахмадия кітабын басып шығару шығынын толық өз мойныма алу» деді. Бұл Хазірет уәделенген Мәсихтің бірінші халифасының радиаллаху анху құрбандық деңгейінің үлгісі еді. Уақфи жадид және Тахрики жадид қозғалысын жариялағанда, көптеген адамдар, кедей адамдар аз-аздан ақша келіп чандаға бере бастады. Біреу тауық әкелді, біреу тауық жұмыртқасын әкелді, және бізде бардың бәрін бердік деді. Сол кезеңде Хазірет уәделенген реформатор радиаллаху анху кедейлердің мысалдарын келтіргенде, кейбір ақсақалдардың мысалын да келтіретін. Осыған байланысты Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху доктор халифа Рашидуддин туралы мысал келтірді.
Ол Хазіреті уәделенген реформатордың радиаллаху анху бірінші жұбайы Хазіреті Умме Насирдің әкесі еді. Сондай ақ үшінші халифаның нағашы атасы болатын. Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху былай деп жазды: доктор халифа Рашидуддин бір досынан Хазірет уәделенген Масихтың мәлімдемесін естігенде, ол бірден: мұндай үлкен мәлімдеме жасаған адам өтірікші бола алмайды. Маған ешқандай дәлел керек емес. Бұл мәлімдеменің өзі сондай үлкен, маған басқа дәлел естудің қажеті жоқ. Мен сенемін, ол уәделенген Масих деді. Және тез арада уәделенген Масихке алейхиссалам баят берді. Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам оның атын өзінің 12 ізбасарының қатарына жазды. Және оның қаржылық құрбандықтары биік дәрежеге жеткен соншалықты, Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам оған: сіздің жүйе үшін қылған құрбандығың соншалықты көп, сізге енді одан әрі құрбандық жасаудың қажеті жоқ деген жазбаша куәлік берді. Дегенмен ол құрбандық жасауды жалғастырды. Ал Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам осылайша өзінің ризашылығын білдірді. Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху жазады: маған Хазірет уәделенген Масихтың сол уақыты есімде. Гурдаспурда оған қарсы сотсыз жүріп жатқан кезде және оған ақша қажет болды. Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам достарына: шығындар өсуде, ас үй, яғни лангархана екі жерде болды. Бірі Қадиянда, екіншісі осында Гурдаспурда. Хазіреті уәделенген Масихтың Гурдаспурда болуына байланысты онда да адамдар келетін. Оларға да тамақ берілетін және сот ісіне де шығын кетіп жатыр. Сондықтан достар көмекке назар аудасын деген үндеу жасады. Хазіреті уәделенген Масихтың үндеуі доктор Сахибке жеткенде, сол күні оған шамамен 450 рупий жалақы берілді. Ол сол уақытта үлкен сома болатын. Ол жалақының бәрін бірден Хазіреті уәделенген Масихтың қызметіне жіберді. Бір кісі доктор Сахибке: үйдің қажеттілігі үшін біраз қалдырыңыз дегенде, доктор Сахиб: Алланың Масихі дін үшін қажет деп жазса, мен басқа нәрсе үшін қалай қалдыра аламын деп жауап берді. Қысқасы, доктор Сахиб үшін құрбандық жасауда сондай дәрежеге жетті. Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам оны тоқтатуды қажет деп санады. Және оған: енді сізге құрбандық жасаудың қажеті жоқ деуге мәжбүр болды. Міне бұл сахабалар және уәделенген Масихтың алейхиссалам сахабалар орнатқан үлгілер. Содан кейін әр хилафат дәуірінде осы үлгілерді көреміз. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने की ही दो और वाक़यात बयान कर देता हूँ. Хазірет уәделенген Масихтың алейхиссалам заманындағы тағы бір екі оқиғаны баяндаймын. Хазірет Суфи Наби Бахш Сахиб Мухаджир Қадиян айтады: бір рет жылдық жиынға қатысқанда Хазірет уәделенген Масихке алейхиссалам жеке кездесу өтінішін білдірдім. Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам: ішке кіріңіз деді. Ол айтады: кездейсоқ терезе ашық қалды, кірген есік ашық қалды және менімен бірге басқа адамдар да ішке кірді. Мен былай дедім: әкем, біз ұлымызға жақсы және жоғары білім бердік. Жұмысқа тұрғаннан бері бізге ешқандай қызмет көрсеткен жоқ дегенді айтады. Әкемнің шағымы сол: осыншама білім бергізсем де, ұлым бізге еш көмектеспейді, қаржылай қолдау көрсетпейді деуі. Мен уәделенген Масихқа алейхиссалам: әкем жоғары білім бердік, бірақ ешқандай қызмет көрсетпейсің десе, әйелім: қандай ахмади болдың? Менде болған зергерлік бұйымдардың бәрі де сатылып кетті дейді. Әр нәрсені апарып чандаға береді. Мүмкін үйді басқару үшін оларға зергерлік бұйымдарды сатуға тура келетін шығар. Немесе қажет кезде зергерлік бұйымдарды сату керек болатын жағдай туындайтын шығар. Бұл жағдайға әйелім шағымданады. Әкем де, әйелім де наразылық білдіріп отыр. Бірақ мен Қадиянға келген соң, осындағы көріністерді көріп, сіздің ізбасарларыңыз осы жүйеге қызмет ету үшін мыңдаған рупийді құрбан ететінін байқадым. Сіз мен үшін дұға етіңіз. Аллах тағала менің жалақымды 2-3 есеге арттырсын. Сонда мен де қызметіңізге көбірек үлес қоса аламын деді. Бұл шағымдарды айтқаннан кейін ол адамдардың үлгілерін көргенде
жүрегімде одан да көп беру тілегі пайда болады дегенді айтады. Кейін Аллах Тағала оған сондай жағдайлар жасады. Шетелден жұмыс табуына жағдай жасады. Жалақысы да өсті және қаржылық көмек те көрсетті, өз отбасына да көмектесті. Сол кездегі ізгі адамдар Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам қасиетті күшінің нәтижесінде сол уақытта, яғни дүние құмарлық басым болған заманда да құрбандық жасап жатты. Бүгінде бізге осы үлгілер көрініп тұр. Дүние құмарлық бұл заманда одан да басым болса да, олар Алла жолында жұмсауды жалғастыруда. Кейбір кедей адамдардың қалай құрбандық жасайтыны бүгінде бізге көрініп тұр. अफ्रीका के बाद लोग अपने वाक़यात भेजते हैं, लेकिन मैं पहले हज़रत मसीह अलैहि सलाम के ज़माने के गरीब लोगों का नमूना पेश कर देता हूँ। हज़रत काजी कमरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु अन्हु साईं दीवान शाह के बारे में एक बयान करते हैं। Африкадан кейбір адамдар өз оқиғаларын жібереді. Бірақ алдымен Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам заманындағы кедей адамдардың үлгісін айтып өтейін. Хазіреті Қази Қамаруддин Сахиб радиаллаху анху Саид Диван Шах туралы бір оқиғаны баяндайды. Ол айтады: менде Сайын Сахибтен кейде сіздің Қадиянға баруыңыздың қандай да бір ерекше себебі бар ма деп сұрайтынмын. Өйткені ол өте жиі Қадиянға баратын және оның ауылы орналасқан жерден өтіп баратын. Қази Сахибтің ауылынан өтіп түнді сонда өткізетін. Ол айтады: Сайын Диван Шах Нарауылдан еді және жаяу жүріп Қадиянға баратын. Бұл Нарауылдан Қадиянға дейін бірнеше шақырымдық қашықтықты ол жаяу жүріп өтетін. Егер қысқа жолмен барса да, бұл шамамен 160 шақырым болатын. Сонда мен Сайын Сахибтен Қадиянға бару қандай да бір ерекше себептен бе, әлде тек жолығу ниетімен барайын да Хазірет уәделенген Масихпен кездесіп қайтайын деп бара жатырсыз ба деп сұрағанда, Сайын Сахиб: мен кедей адаммын. Біріншіден Хазіреті уәделенген Масихпен кездесу ниетім бар. Екіншіден мен кедеймін және мен бай адамдар сияқты мыңдаған немесе жүздеген рупий чанда бере алмаймын. Сондықтан Қадиянға барып қонақ үйдің төсектерін жасаймын. Осы арқылы өзіме жүктеген чанда міндетін орындаймын. Менің бұл еңбегім менің чандам болып саналады. Бұл төсек жасау жұмысы маған жұбаныш береді. Сондықтан мен ас үйінің, яғни лангархананың төсектерін жасаймын және көңілім тынышталады. Бұл еңбек жұмысын істесем, сол менің чандам болады дегенді айтады. Бұл сол замандағы кедей адамдардың рухы. Бүгінгі заманда да Аллах Тағала адамдарда бұл рухты қалай жаратқанын көріп отырмыз. Алыс елдерде тұратын адамдар онда бірнеше жыл бұрын Ахмадия таныстырылған. Олар исламды қабылдап, Ахмадия жамағатына қосылған. Олардың қаржылық құрбандыққа деген құлшыныстарының да таңғажайып көріністері көрінеді. 14 ғасыр бұрынғы құштарлық бұл адамдарда да бізге көрініп тұр. Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам өз заманында келтірілген кейбір мысалдарға құштарлықты біз көріп отырмыз. Және бұл бүгін Ахмадия жамағатында уәделенген Масихты алейхиссалам қабылдағаннан кейін иманның жаңаруы себепті пайда болған рух. Маршал аралдарының миссионері жазады: Ладри Арзак ханым адал мүше және жамағаттың асханасын, лангарханасын жүргізу үшін шаршамай еңбек етеді. Ол күнделікті 2 рет тамақ дайындайтын жамағаттың асханасында үлкен еңбек етеді, тамақ пісіреді. Бірақ қашанда жалақы алғанда оның бірінші ісі өзінің және 5 немересінің атынан қаржылық құрбандық жасайды және оның уақфе жадид құрбандығы жамағатта ең жоғары. Миссионеріміз айтады: бұл адамдардың үйлерін көргенде олардың өте кедей отбасы екенін байқайсың. Осы кезде Хазірет уәделенген Масихтың алейхиссалам тақуа адам шынайы бақытты бір лашықтан табалады, ал дүние қоңыз ашкөз оны зәулім сарайдан да таба алмайды деген берекелі сөздері еске түседі. इसी तरह एक और खातून है वहीं की लोरेन साहिबा, ये भी मार्शल आइलैंड में जमात के लंगर में काम करती हैं। कहते हैं कि मैंने वक्फ ईद की चंदे की याद दहानी कराई कि साल खत्म हो Тағы бір әйел
сол жердің Лорин ханымы да Маршалл аралдарында жамағаттың асханасында жұмыс істейді. Ол миссионеріміз Уақфе Жадид жылының аяқталып қалатын және биылғы жылдың чанда көлемі өте өткен жылмен салыстырғанда аз екенін ескерттім. Содан жұма намазынан кейін Лорин ханым кеңсеге келіп, біз өткен жылғы мақсатқа жету немесе одан асып кету үшін өзінің Уақфе Жадид чандасын берді дейді. Қазақстаннан жамағаттың миссионері Аян Абраев мырзаның қаржылық құрбандығы туралы былай айтты. Аян мырза, мен өмірімде нан сатып алуға ақша болмаған уақытты да көрдім. Маған тамақ сусынды қарызға алуға тура келді және әйелім біз бұдан әрі қалай өмір сүреміз деп алаңдаулы болды. Бірақ осындай жағдайларда да мен садақа беруден бас тартпадым және қазір де менің қағидам қашанда маған ақша түссе ең алдымен садақа беремін. Бірақ бұл Аллах Тағаланың маған деген таңғажайып жақсы қарым-қатынасы. Қашанда мен садақа берсем, Аллах Тағала маған жақсырақ қаржылық мүмкіндіктер береді және әйелім кейде бұл ақша қайдан келді деп сұрайды. Мен оған тек мұның бәрі садақаның берекеті дегенді айтамын. Аллах Тағала қарызға қалдырмайды және Аллах Тағала қашан малды мен үшін жұмсасаңдар, сендерге көбейтіп беремін және Аллах Тағала осы уәдесін орындайды. Камеронның Маруа қаласының маңында бір жамағатта бір Мұхаммед Юсен Сахиб бауырымыз бар. Ол айтады, мен өте кедей болдым. Адамдардың фермасында жұмыс істейтімін. Бірақ Ахмади болғаннан кейін мен садақа беруді бастадым. Және садақаның берекесінен Аллах Тағала тек менің бұл садақамды қабыл етіп қана қоймай, марапаттағаны соншалық өз фермам пайда болды. Және бұл нәрсе маған жұбаныш береді. Аллах Тағала оны қабыл еткен. Өйткені Аллах Тағала мені есепсіз марапаттады және мені ферманың иесі етті. Мен қайда жұмыс едім және енді қайдамын, өз фермамның иесі болып отырмын. Нигерде бір кедей жамағат бар, сол жердің миссионері жазады. Бір Ахмади Лаули мырза айтады. Мен тигернет, яғни бір дақыл түрін өсіремін. Және оның оннан бірін садақаға беремін деп, бірақ ешкімге айтпадым, тек жүрегімде ниет еттім. Бірақ жағдай былай болды. Егіннен кейін көп жаңбыр жауып, егін бүліну қаупі болды. Оған мұнша су керек емес еді. Айналадағы көршілердің егіндері бүлінді, өте аз болды. Бірақ Аллах менің егініме сондай береке салды. Адамдар менікінен үлкен жерлерден 5 немесе 6-ға балса, маған 10 қап немесе 11 қапта егістігімнен алынды. Мұндай жағдайда егін бүлінгенде бағалар да көтеріледі және базарда жақсы ақша табуға болады. Бірақ ол ақшаға қызықпады. Ол жүрегінде Аллах Тағалаға уәде берген еді, ешкімге айтпаған. Сондықтан Аллах Тағала үшін құрбандыққа дайын болды және өз уәдесіне сай 11-ші қапты жамағатқа беріп жіберді және мал дүниенің сүйіспеншілігі оны жеңе алмады. Міне бұл құрбандық қылушы адамдар. Олар бүгінде бізге Ахмадия жамағатында көрініп тұр және әр елде де көрініп тұр. गैम्बिया की एक जमात है योरोबावल, वहाँ के सदर साहब कहते हैं उन्हें कहीं से कुछ रकम मिली. Гамбияда Еуробау деген бір жамағат бар. Сол жердің президенті айтады, оған бір жақтан ақша түсті. Ол оны 2 бөлікке бөлді. Бір бөлігін садақа үшін және екінші бөлігін жеке пайдалану үшін қалдырды. Ол айтады, өкінішке қарай менің жеке пайдалануға арналған қаражатым жоғалып кетті. Енді тек садақаға арналған қаражат қалды. Оны пайдалана алатын едім, бірақ қажеттілікке қарамастан садақаға арналған қаражатты жеке мақсатқа пайдаланбадым. Оған мал дүниенің сүйіспеншілігі үстем болмады және ол ақша жоғалып кетті. Сондықтан одан жартысын жұмсап алайын деп ешқандай сылтау айтпады. Ол, жоқ, мен садақаға бөлген қаражатты садақаға беремін деп оны садақаға берді. Аллах Тағаланың қалауымен біраз уақыттан кейін сол жоғалған қаражат табылды және оның қажеттілігі орындалды. Міне, осындай жағдайларда қажеттілік болғанда мал дүниеге деген сүйіспеншілік әрине өседі. Бірақ адамдардың таңғажайып ықыластары бар, сондықтан олар Алла Тағаламен жасаған уәдені орындайды.
Тағы бір оқиға бар. Онда мал мүлікке деген қажеттілік пен сүйіспеншілік құрбандықтан үстем бола алмады. Нигерде Марауа аймағында бір жамағат бар. Ахмад Сани мырза уақфи жадид садақасын беруші бір бауыр жыл сайын молынан тұрақтылықпен береді. Биыл аймақта су тасқыны себебінен егіндер бүлінді. Сондықтан адамдар көп садақа бере алмайды деген ой болды. Бірақ олар, яғни Сани мырза айтты: рас көп жаңбыр мен су тасқыны себебінен егіндер бүлінді және егіндер жақсы болмады. Бірақ сол себепті садақаны азайтпаймын деп садақаны бұрын беретіннен де көп берді. Тағы бір оқиға бар. Қажеттілікке қарамастан құрбандыққа басымдық берді. Нигерде Дипсо жамағаты бар. Онда жаңбыр аз болды. Бұл егіндерге кері әсер етті. Бір жерде жаңбыр көп жауып жатыр, бір жерде аз жауып жатыр, апаттар бар. Көбінесе жамағаттар біздің Африкадағы жамағатымыз ауылдық жамағаттар. Екіншіден онда елдің саяси жағдайы да қазір өте нашар, қымбатшылық қатты өсті. Бұл жағдайды көріп жергілікті миссионер айтады: мен бұл адамдар ақша жоқ қой, олар садақаны қайдан береді деп алаңдаулы болдым. Бірақ ауыл тұрғындарына уақфи жадид жылы аяқталып келе жатқанын айтқанда, Шафиғи Айынго мырза тұрып: әр жыл біз тұрақты түрде садақа береміз және Аллах тағала бізге көбейтіп қайтарады. Сондықтан садақаның берекесін Аллах тағала бізге береді және экономикалық жағдайымыз да жақсарады. Таршылыққа қарамастан біз жақсырақ боламыз. Сондықтан кері шегінбейміз, садақа береміз деп олар берді. Мұнда да сол нәрсе, мал дүниенің сүйіспеншілігі оларға үстем болмады. Танзаниялық Ибрахим мырза айтады: маған садақаның берекесі туралы білгенде, мен әр ай қаржылық құрбандық үшін белгілі бір бөлікті белгілеп қойдым және оның берекесінен жұмысым өсе берді. Аллах тағала менің ризығымды арттыра берді. Бір рет садақа туралы жергілікті миссионер маған айтқанда, менде біраз ақша болды. Оны мен бір жұмыс үшін сақтап қойған едім. Бірақ үндеу болғанда мен оны садақаға бердім және келесі күні мен бизнес істейтін адамға қоңырау шалып, менде қазір ақша жоқ, сондықтан мен сізден заттар ала алмаймын дегенде, ол маған: ештеңе етпейді, сіз алатын заттың жарты ақшасы төленіп қойылған, қалған ақшаны кейін бересіз деді. Маған заттың жарты ақшасы қайдан төленгені, кім төлегені бүгінге дейін белгісіз, әрі бұл сыр түсініксіз дейді. Сонымен Аллах тағала кейде осылай да көмектеседі. Кейбіреулерге Аллах тағала қаржылық құрбандық жасаған үшін жұмыс тауып береді. Чех республикасынан бір қызметші айтады: сол жердің жергілікті адамы Аллах тағала маған қалай қаржылық құрбандықтың фәлсафасын түсіндіріп жатыр. Қаржылық құрбандықтың арқасында маған жаңа рухани өмір берілді. Мен өзімнің студент жолдастарымды көремін. Олар қиындықтарға тап болған, бірақ мен кереметтей бір тыныштықтамын. Әркім ақша жинаумен айналысып жатқан жерде Құдайдың кеңшілігімен менің әдетім қандай ақша қолыма түссе, оны Құдай жолында құрбан етемін. Достарым, мұның ешқандай пайдасы жоқ дейді, бірақ менің өмірім осыған байланысты екеніне Құдайым куә. Өз саламда жұмыс істеп жүрдім. Қиындық болып тұрды. Құдайдың кеңшілігімен садақаның берекесімен ол жойылды. Менің баспанам жоқ еді, бірақ оны Аллах тағала реттеп берді. Бұрын қалтам әрдайым бос болатын, бірақ қазір қалтам Аллах тағаланың кеңшілігімен әрдайым толы. Садақа да беремін, Аллах тағала тағы толтырып береді дейді. Үндістаннан сол жердің бір садақа жинаушысы жазады: бір кісінің уақфи жадид садақасы 24 000 болды. Бірнеше күн қалғанда ол кісі: менде біраз ақша бар, бірақ оны бір маңызды іске беруім керек деді. Мен оған: бұл уақфи жадид жылдың соңы, қазір беру керек пе, әлде кейін беру керек пе, өзіңіз қараңыз дедім. Сонда ол: Аллаға тәуекел етемін деді де қаражатты садақ етті. Келесі күні оның телефонына бір өте үлкен қаражат бизнесте тұрып қалған еді. Ол кенеттен табылды. Толық қаражат табылмады, бірақ одан 50 000 табылды және қалғанын беруші тез арада беремін деп уәде етті деген хабар келді. Міне, Аллах тағала оған: жарайды, сен
мен үшін мал дүниеге деген сүйіспеншілік тастап жатырсың және жеке қажеттіліктерді тастап жамағаттық қажеттіліктерді орындауға тырысып жатырсың. Ендеше мен саған көмектесемін деді. Міне осылай Аллах тағала көмектеседі. Ахмадия жамағатында Аллах тағаланың кеңшілігімен осындай құрбандар болып жатыр. Уәделенген Мәсих алейхиссалам дүниеде жамағаттық жүйені жүргізу үшін қаржылық үндеу жасамаған бірде-бір пайғамбар жоқ деген. Ахмадия жамағатында да жамағаттық жүйені жүргізу үшін үндеулер жасау керек болады. Тахрики Жадид пен Вакфи Жадидтің садақалары ғана тікелей орталыққа келеді, қалғаны жергілікті елдерде жұмсалып кетеді. Бірақ Африка елдерінде соншалықты бай адам жоқ, соған қарамастан олар садақа береді, бірақ шығындары өте көп. Миссионерлік үйлер бар, мешіттер бар. Қазір Африкада 7953 мешіт салынып болған және 306 мешіт құрылыс үстінде. Сол сияқты әр жыл ондаған мешіттің жоспары құрылады. 1860 миссионерлік үй жұмыс істеп тұр. Кейбіреу жалға алынған. 400-ге жуық орталық миссионер сонда жұмыс істеп жатыр. 2000-нан астам жергілікті миссионер жұмыс істеп жатыр. Сосын Қадиян, оңтүстік Америка елдерінде, аралдарда орталықтан шығын шығады. Онда олардың шығындары толық өтелмейді. Миссионерлік орталықтың шығындарын өтеу үшін биылғы шығындар өте көп. Әдебиетті тарату үшін шығындар бар. Әдебиет кейде осы жақтан, яғни Ұлыбританиядан жіберіледі. Көбінесе олардың ішінде үлкен кітаптардан басқа шағын әдебиет тегін болады. Кейбір үлкен кітаптарда тегін таратылады. Кейбір әдебиет сол жақта да басылады. Міне осы барлық қаражатты Аллах тағала өз кеңшілігімен шығын үшін беріп отырады. Кейде түсініксіз сонша кең бағдарламалар бар, сонша шығындар болып жатыр, ал кіріс аз. Енді Тахрики Жадид пен Вакфи Жадидтің садақаларын қосса, олар тікелей орталыққа келеді. Шамамен 30-31 миллион фунт болады. Бірақ Аллах тағаланың кеңшілігімен осы шығын 106 елдің орталығына жылдық грант беріліп жатыр. Ол шамамен соған тең. Сосын жамиялар, яғни діни оқу орындар бар. Оларға бірнеше миллион жұмсалады. Оларға грант беріледі. МТА бар. Оған бірнеше миллион жұмсалады. Сосын орталықтың шығындары бар. Міне бұл шығындарды Аллах тағала осылай өтейді. Түсініксіз қалай өтеп жатқаны. Кейде мүмкін тым көп шығындар бар, қалай өтеледі екен деген нәрсе ойға келеді. Бірақ Аллах тағала өз кеңшілігімен шығындарды өтей береді және онда ешқашан кемшілік болдырмайды. Бұл ұлы істер Аллах тағаланың кеңшілігімен жүріп жатыр. Уәделенген Мәсих алейхиссалам Аллах тағала малды мен саған беремін дегенді айтқан еді және сол малды Аллах тағала беріп жатыр. Аллах тағала жамағатқа оны дұрыс жұмсауға да әрдайым мүмкіндік берсін және онда ешқашан ешқандай тәртіпсіздік болмасын. Уәделенген Мәсих алейхиссалам айтады: сендер үшін мал дүниені Аллах тағаланы жақсы көру мүмкін емес, тек біреуін ғана жақсы көре аласыңдар. Сондықтан Құдайды жақсы көретін адам бақытты. Егер сендерден біреу Құдайды жақсы көріп, оның жолында мал жұмсаса, оның малына басқаларға қарағанда көбірек береке берілетініне сенемін. Өйткені мал өздігінен келмейді, Құдайдың қалауымен келеді. Сондықтан кім Құдай үшін малдың бір бөлігін қалдырса, ол міндетті түрде оны табады. Бірақ кім малды жақсы көріп, Алла жолында талап етілгендей қызмет етпесе, ол міндетті түрде сол малын жоғалтады. Мал мүлік сендердің талпыныстарыңнан келеді деп ойламаңдар. Керісінше Аллах тағаладан келеді. Әрі малдың бір бөлігін беріп немесе басқа түрде қандай да бір қызмет етіп, Аллах тағала мен оның елшісіне қандай да бір жақсылық жасап жатырмыз деп ойламаңдар. Керісінше, бұл оның жақсылығы, сендерді осы қызметке шақырады. Әрі шынын айтамын, егер бәрің мені тастап, қызмет пен көмектен бас тартсаңдар да, ол өз қызметін атқаратын бір халықты жаратады. Сендер нақты түсініңдер, бұл іс аспаннан және қызметтерің тек игіліктерің үшін. Сондықтан сендер жүректеріңде тәкаппарлық жасап, біз қаржылық немесе басқа да қызмет түрін жасап жатырмыз деп ойлайсыңдар. Негізінде олай болмасын. Сендерге қайта айтамын. Құдай сендердің қызметтеріңе мүлде мұқтаж емес. Иә,
бұл сендерге оның кеңшілігі, сендерге берген оның қызметінің мүмкіндігі. Міне, бұл сол сезім, сол ой, уәделенген Мәсих алейхиссалам жамағатта қалыптастырған және Аллах тағаланың кеңшілігімен бүгін 135 жыл өткеніне қарамастан, бұл құштарлық Ахмадия жамағатының мүшелерінде бар, жастарда да, жаңадан келгендерде де, және олар құрбандық қылуды жалғастыруда. Олар бұл рухты қалай түсінгенін, Аллах тағала олардың малына қалай береке беретінін және осы үшін олар әр құрбандыққа дайын екені жайында олардың бірнеше оқиғасын баяндадым. Аллах тағала олардың бәрінің мал-мүлкі мен жандарына береке берсін. Сонымен қатар, биылғы уақфи жадид садақаларының есебінде ұсынамын. Бұл есеп Аллах тағаланың кеңшілігі мен жамағат биыл қаншалықты құрбандық жасағанын көрсетеді. Аллах тағаланың кеңшілігі мен уақфи жадидтің 67 жылы 31 желтоқсанда аяқталды және дүниежүзілік Ахмадия жамағаты тарапынан 13 миллион 81 мың фунт, яғни шамамен 14 миллион фунт қаржылық құрбандық ұсынылды. Бұл түсім өткен жылдан 736 мың фунтқа артық. Әлхамдулиллах. Және бұл құрбандықтар бойынша, сомалар бойынша бірінші орында Британия тұр. Британия мен Канаданың арасында үлкен бәсекелестік бар. Канадада өз құрбандықтарын көп арттырды, бірақ Британиядан да әлі де артта. Сосын үшінші орында Германия, сосын Америка, сосын Үндістан, сосын Австралия. Таяу шығыстың бір жамағаты, сосын Индонезия және сосын тағы бір таяу шығыстың жамағаты, сосын Бельгия. Африкада жалпы түсім бойынша жамағаттар арасында Гана бірінші орында, Маврики екінші, үшінші орында Буркина Фасо. Мұнда да жағдай өте қиын, бірақ соған қарамастан құрбандық қылып жатыр және көп жерлерінен әлі есептерде келе алмады, өйткені байланыс болмады. Сосын Танзания, Либерия, Гамбия, Нигерия, Сьерра-Леон, Бенин, Конго, Киншаса. वक्फ जदीद के माली निज़ाम में शामिल होने वालों की तादाद जो रिपोर्टें आई हैं उसके मुताबिक 15,51,000 है. Уақфи жадидтің қаржылық жүйесіне қатысушылардың саны келген есептер бойынша 1,551,000. Өткен жылдан садақа берушілердің саны өскен. Соның ішінде нашар жағдайларға қарамастан Пәкістан адамдарының саны да өскен. Нигерия, Камерун, Сьерра-Леон, Гамбия және Конго-Бразавиль. Британияның 10 үлкен жамағаты құрбандық жасаушылар арасында. Фарнхэм, Вуздеспарк, Исламабад, Уолсол, оңтүстік Олдершот, Эш, оңтүстік Чим, Гиллингем, солтүстік Олдершот, Юэль. Алғашқы 5 аймақ: Исламабад, Байтул-Футух, Мидлендс, Фазл мешіті, Байтул-Ихсан. Уақфи жадидтің балалар бөлімінде алғашқы 10 жамағат: солтүстік Олдершот, Фарнхэм, Эш, оңтүстік Олдершот, Бордон, оңтүстік Чим, Исламабад, Рохэмпет, Вейл, солтүстік Манчестер, Уолсол. Канаданың аймақтары түсім бойынша: Вон, Калгари, Пис Виллидж, Ванкувер, Батыс Торонто, Шығыс Брэмптон, Торонто. Канаданың 10 үлкен жамағаты: Гамильтон, Батыс Эдмонтон, Гамильтон Маунтин, Шығыс Милтон, Байтур-Рахман, Саскатун, Батыс Дарем, Реджайна, Батыс Монреал.
батыс афият, саскатун, विनीपेग, виннипег, эдри, лайт, минчестер, ньюфаундленд. और दफ्तर अतफाल Балалар бөлімінде көрнекті аймақтар: हैं वो हैं Вон, батыс Торонто, Ванкувер, Пис Виллидж, Калгари, Миссисога, шығыс Брэмптон, батыс Брэмптон, Торонто. जमातों में दफ्तर अतफाल में Балалар бөлімінде жамағаттар: батыс Дарем, Хадика Ахмад, ब्रैडफोर्ड ईस्ट, шығыс Брэдфорд, батыс Монреал, ईस्ट, шығыс Гамильтон, Гамильтон Маунтин, Иннисфилд, батыс Милтон, Виндзор. जर्मनी की 5 लोकल इमारतें जो हैं इनमें हैम्बर्ग, नंबर Германияның 5 аймақтары: फ्रैंकफर्ट, Гамбург, Франкфурт, Виспаден, Гросгерау, जमातें जो हैं Ридштадт. पहली इमारत थी ये 10 жамағат: रोडगांव, Ротгау, Нидда, Редермарк, Флерсхайм, Нойвик, वाइन गार्डन, Кобленц, पिनेबर्ग, Вайнгартен, Пиннеберг, Берлин, Нойс. Балалар бөлімінде 5 аймақ: Висбаден, Гамбург, हेसन, Гессензит, वेस्टफालन, Вестфален, Дитценбах. Американың 10 жамағаты: मैरीलैंड, Мэриленд, Лос-Анджелес, नंबर 2 पे, नॉर्थ солтүстік Вирджиния, Силикон Вэлли, सिएटल, Сиэтл, डेट्रॉइट, Детройт, शिकागो, Чикаго, Даллас, оңтүстік Вирджиния, Остин. अतफाल के लिहाज Балалар бөлімі бойынша 10 жамағат: से सिएटल, Сиэтл, फिलाडेल्फिया, Филадельфия, солтүстік Вирджиния, Джорджия, Каролина, शिकागो, Чикаго, Остин, Даллас, Ошкош, Детройт, Мэриленд. पाकिस्तान अल्लाह से यहाँ भी अपने लिहाज से तो उन्होंने बहुत Пәкістан Алланың кеңшілігі мұнда да өз деңгейінде көп еңбек етті және құрбандық қылды. Бұл жерде लाहौर है, फिर नंबर 2 पे Лахор, Рабва, Карачи और аймақтар ересек бойынша बालगान की वो Исламабад, नंबर 1 Сиялкот, Файсалабад, फैसलाबाद, Гуджрат, गुजराबाद, Гуджраванла, उमरकोट, Саргода, Омеркот, Мултан, Хайдарабад, Мирпурхас. पहली 10 जमातें जो Бірінші 10 жамағат: इस्लामाबाद, Исламабад, फिर टाउनशिप लाहौर, Тауншип Лахор, Дарул Зикр Лахор, टाउन लाहौर, Азизабад Карачи, Аллама Икбал Таун Лахор, Саманабад Лахор, Байтул Фазл Файзалабад, Мултан қаласы, हाल में Дели Кейт Лахор, Гуджравала қаласы. नंबर 1 पे लाहौर, Балалар бөлімінде 3 үлкен жамағат: Лахор, Рабва, Карачи. और साल में अजला की पोजीशन ये है Балалар бөлімінде аймақтар: Исламабад, Сиялкот, Наравал, Омеркот, रावलपिंडी, Равалпинди, Гуджравала, Мирпурхас, Гуджрат, Хайдарабад, Шейхупура. बाज गैर मामूली मसाई करने वाली मजालिस जमातें Сондай-ақ ерекше күш-жігер жұмсаған кейбір жамағаттар да бар. भारत की Үндістанның алғашқы 10 жамағаты सूबा штаттар бойынша: केरला, Керала, फिर तमिलनाडु, Тамилнаду, Джамму Кашмир, Карнатака, तेलंगाना, Телангана, ओडिशा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, Ойдиша, Пенджаб, Батыс Бенгал, 10 जमातें जो हैं इनमें Махараштра, नंबर 1 पे कोम्बेटो, Уттар Прадеш, ज्ञान, फिर 10 жамағат: फिर कालीकट, Коимбатур, Қадиян, Хайдарабад, Каликут, पलायाम, Манжери, कलकत्ता, Бангалор, करलाई, Мелапалаям, ऑस्ट्रेलिया, Колката, जमातें जो हैं Киран, एक पे Кирали. कासल हिल, फिर मेलबर्न, लॉन्ग Австралияның 10 жамағаты: Касл Хилл, मेलबर्न, Мельбурн Лангварин, लोगन ईस्ट, Марсен Парк, Мельбурн Клайд, Шығыс Логан, Мельбурн Берг, Пенрид, Перт, Аделайда, Батыс Аделайда. बालगान, Австралияның ересектер бөлімінде फिर मेलबर्न, Касл Хилл, Мельбурн Лангварин, पार्क, Марстен Парк, Шығыс Логан, मेलबर्न, Мельбурн Берг, Мельбурн Клайд, Пенрид, Перт,
Батыс Аделайда, Блэктаун. अतफाल में Балалар бөлімінде Мельбурн, Лангварин, Перт, Пламптон, оңтүстік Аделайда, Мельбурн, Клайд, Пенрид, मेलबर्न, батыс Мельбурн, मार्सटन पार्क, Марстен парк, ब्रिस्बेन Брисбен Централ, और Мельбурн Берик. अल्लाह ताला इस कुर्बानी करने वालों के अमवाल नफूस में बेइंतहा बरकत अता फरमाए। ये भी दुआ करें Аллах тағала осы құрбандық қылушылардың мал мүлкі мен жандарына шексіз береке берсін. अल्लाह ताला जमात को हर शख्स Сондай-ақ дұға етіңіздер. Бұл 2025 жыл жамағат үшін берекелі жыл болсын. जो हैं इनको Аллах тағала жамағатты әр жамандықтан сақтасын. जमात की Пакистандағы экстремистік топтар мен жиындар уақыт өте өршіп отырады. Және жамағаттың желеуімен кейбір жерде жамағатқа қарсылық көрсетіп, кейбір жерде заңның желеуімен түрлі зұлымдықтар жасауға тырысып жатады. इन जालिमों Зираттар да қауіпсіз емес, үйлер де қауіпсіз емес. Алла тағала осы залымдарды тез арада қолға түсіретін жолды қамтамасыз етіп, Ахмадилерді өз қорғауында ұстасын. दरूशी और बाज दुआओं की तरफ Олар Равваға көз тегіп қойды. Алла оны қауіпсіз етсін. के अमदी खास तौर Біраз уақыт бұрын мен Дуруд Шариф пен кейбір дұғаларға назар аудартқан едім. करें अल्लाह ताला उन्हें भी Бұған Пакистанның Ахмадилері де дүниенің әрбір Ахмади де ерекше назар аударсын. शाम में भी अब नई हुकूमत आई है Бангладештегі Ахмадилер үшін де дұға етіңіздер. Аллах тағала оларды да экстремистердің жамандығынан сақтасын. Сирияда да енді жаңа үкімет келді. Аллах тағала онда да Ахмадилерді әр жамандықтан сақтасын, өз қорғауында ұстасын. Сол сияқты басқа елдер, Африка елдері бар. Әр жерде Аллах тағала Ахмадилерді өз қорғауында ұстасын. Әрбір Ахмадидің міндеті бұл үшін әсіресе өзі де көп дұға ету керек. Өз елдері үшін де және Пакистаннан тыс тұратындар үшін де, Пакистаннан тыс тұратын Пакистан үшін де. नए साल पर बड़े जश्न Дүниенің жалпы жағдайы мен соғыстардың жағдайы үшін дұға етіңіздер. Аллах тағала оның жаман әсерінен әр жазықсыз бен езілгенді сақтасын. अपनी खुशियां देखता है Жаңа жылда бұл адамдар үлкен мерекелер өткізеді. Үлкен от шашулар атылады. Бірақ әркім тек өз қуанышын көреді. Басқалардың қайғысын олар сезінбейді. कौमें जो हैं Кедей адамдарға, кедей халықтарға, езілген адамдарға күшті ұлттар зұлымдық жасап келе жатыр. Аллах тағала осы жылы осы күштердің барлық жоспарларын, күшті ұлттардың жоспарларында күлге айналдырсын. Және Аллах тағаланың бірлігін біз дүниеде орнығып жатқанын көрейік. Аллах тағала бізге де осыған мүмкіндік берсін. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر